Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі влог Индерден болады. Тұздыкөлге келе жатырмыз, жолдамыз. Жолдары жүк түбейген. Ауа райы жоқ, жел болып тұр және шаң болып тұр. Бізде баратын күнді таңдаған екенбіз. Бүгін біздің отау құрғанымызға 3 жыл. Соған орай біздер Индерге келіп, пикник ұйымдастырып жатырмыз. Тұзды көлді көрдік. Бірінші рет көрдік. Өзіміз Атырауда тұрсақ да Индер алыс болғандықтан тұзды көлді бірінші рет көріп жатырмыз. Бүгін соған жолымыз түсіп, осындай керемет уақыт өткізіп жатырмыз. Сол үшін мырзама рахмет. Ауа райының қолайсыз болғанына қарамастан, бүгін міне Тұздыкөлге келіп қалып жатырмық. Әрине Нәкөннің инициативасы болды. Жалпы жоспарда болды, жаз айында отпускіде әкелем деген, бірақ енді бүгін сәт түсіп келіп қалып жатырмық. Мені жақсы көресің ба? Жақсы көремін. Отау құрғаныңа өкінбейсің ба? Қалай 3 жыл уақытта не өзгерді, қандай жетістікке жеттік, не болды жалпы? Жылда бірталай өзгерістер орын алды. Біріншіден енді отау құрдық екеуміз. Түрлі кәсіппен асып көрдік. Картоп саттық. Картоп саттық, иә. Картопты да саттық, жөргектерді де саттық. Ыдыс-аяқ аренда, жер үстел. Жер үстелдер мен ыдыстарды жалға береміз ауылдың ішінде. Сондай кәсіп түрлерін жасап көрдік. Енді осыған дейін Нәзерге де, мен де ондаймен айналысып көрген емеспіз. Сонымен үйленгеннен кейін қосымша табыс ретінде сондай бір жұмыстармен айналыстық. Бас 2 болмай, мал 4 болмайды. Ұрыс керіс болмады емес, болды. Қиындықтар болмады емес, болды. Әйтеуір шүкір, аз да емес, көп те емес. 3 жылымыз отау құрғанымызға. Аллаға шүкір. Бұйырса жыл жарым болайын жатыр біздің кішкентай сәбиіміздің дүниеге келгеніне. Жыл жарым уақытта болып қалып жатыр, Алла бұйырса. Жас жарымға толады, бұйырса. Айназ деген қызымыз. Наш самый главный проект, десейші. Ең басты проекті сол кісі болды. Осы айда енді 2-ші көлігіміз ауыстырып жатырмық. Аллаға шүкір. Енді бір жылдан кейінгі бүгін осы айда 2-ші көлікті сатып алып жатырмық. Ол да бір жетістік. Өзіміз үшін жетістік секілді. Енді жасымыз 26-та, 25-те, 25-ке толып жатқан жастарға енді осындай көлікті қолма-қол ақшаға алғанның өзі жетістік деп ойлаймыз. Аллаға шүкір. Ойында бірінші Алла тағаланың, ата-анамыздың несі поддержка жайды бірімізге деген қолдауымыздың арқасында деп ойлаймын. Сіздерде солай осындай бір мотивация болсын. Иә, отау құруға мотивация болсын.
екеу болмай мал төртеу болмайды. Ол сөзбен толықтай келісеміз да. Сол міне бүгін осылай қыдырып келіп жатқан жайымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар, ажырамаңыздар. Колокольчик басып, лайк, подписка, коммент. Аямаңыздар деп. Аямаңыздар. 3 жылдығымызға орай зәуреш торттарындағы новинка мынандай муссовой торттарды алып едім. Жүрек пішінде екен деп. Онымен еріп кетіпті. Енді бұны үйге апарып тоңазытқышқа салуым керек болып тұр. Мына 3 шоколада деген тортта да еріп кеткен. Олда да муссовой болғандықтан. Енді қазір біз карамельный тирамисудың дәмін көреміз. 3 жылдығымыз құтты болсын. Бұл мерекеге орай арналған торт деп та. Өзінің вилочкасы да бар екен. Толқып тұр ғой деп. Орешка да бар екен жаным ішінде. Көзіма бұлқып тұр ғой. Әзірге мына жерде торт жеуді. Мына локациямызды шубалар фото түсіп жатыр. Мына жақта мындай жұмсақ пластилиннен қазір фигуралар жасаймыз. Фигуралар жасап жарсамыз. Пластилиновое свидание жасаймыз. Мынау менікі. Ал мынау Азаматтікі. Кімнің авокадосы әдемі шыққан. Негізі мынаған бітіп тұру керек қой. Мынау жартысы ол керек қой. Мына менде тесік. Тасы тұратын жері. Түрлеріне осының. Кімдікі әдемі шыққан? Кімдікі реалистичный? Азаматтікі әдемі сияқты маған. Тек кішкене толықта болған болмаса. Ал мынау біздің шыққан балапандарымыз. Мынау менің жасағаным сары балапан. Мынау Азаматтың жасаған ақ балапан. Айтеш ба, шашың қараңғы күшті ғой. Шашымыз не дейтін ана? Әдемі шыққан екен. Кімдікі әдемі? Осы жолы кімдікі әдемі болды? Менің жасаған туындым әдемі ме? Әлде Азаматтың жасаған туындысы әдемі ме? Баға беріп, комментарийге жазып кетіңіздер. Қалай жаным? Пластилинмен ойнаған ұнады ма? Күшті, баяғы бейнелеу өнерін ескертіп жатыр. Қызық екен. Жасымыз 25-ке келсе де мынандай ойнаған қызық екен.